Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерменен Nexia автокөлігін көреміз. Бұда мынандай жағдай болып жатыр. Мінекей дворниктің бірінші положениясы істемей жатыр. Бұны екіге қоятын болсақ істейді. Екінші положениясы. Бірақ бұны өшірсек, дворник мінекей қай жерде болса, тоқтатсақ, сол жерде қалып кетіп жатыр. Мінекей бірінші положениясы жоқ. Бұны электрикке де көрсетіп көрдік. Жәндегі мына жақтағы дворниктің моторшығын ауыстыру керек деді ма, в общем, содан электрик жасалады деді ма. Сөйтіп жағдайды қиындатты. Сөйтіп мен өзім бұны үйге келіп ақырындап көрдім. Жәндегі Google'дан, интернеттен бұның схемасын тауып алдым. Қалай істелінеді, қалай істеледі. Сөйтіп жүрген кезде мына жерде мынау релені байқадым. Мына екі реле осы дворникке қатысы бар екен. Сөйтіп бұл негізі екеуінің орны ауысып кеткен екен. Бұл мына жақта тұрады екен. Бұл жақсылап көрсем, мынаусы мына жерде тұрады екен. Енді мына жақта қараймыз. Мінекей мына бірінші положениясы. Көріп тұрғандарыңыздай бұл істеп тұр. Өзі секундомерін де өзі санап, ешқандай қолын тигізіп отқан жоқ бұған. Өзі конечный бар, конечныйға барып өзі тоқтайды, өшірмесек те. Бұл екінші положениясы, как обычно, өзі істеп жатыр. Мынаны өшіретін болсақ, өзі барып конечныйда тоқтайды. Сіздерде де осындай жағдай болып жатқан болса, көріңіздер, мына осы екі реледен болады екен. Рахмет, сау болыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Сау саламат болыңыздар.